2022 жылы 4 қаңтарда Серік Салдаров Шымкенттегі бейбіт шеруге қосылып, 5 қаңтарда таңда үйіне оралады. 5 қаңтар күні қауіпсіздік күштері бейбіт шеруге шыққан халықты дыбысты гранаталармен және су атқыштарымен тарата бастаған кез екен. Серік Салдаров 5 қаңтар күні кешке жұмысқа барамын деп үйден шығып кеткеннен сағат 23:00 шамасында әкесі Бауыржан Салдаров төтенше жағдай жарияланғанын және коменданттық сағаттың енгізілгенін біліп, Серік Салдаров ұлына хабарласады. Бірақ оған ешкім жауап бермейді. Екі баланың әкесі Серік Салдаров екі аяғынан жараланып, бейтаныс адамдар оны медициналық мекемеге алып кетеді. Орта жолда көп қан жоғалтқан Серік Салдаров жолда қайтыс болады. Қайғылы хабар түнде келеді. Біз 2022 жылдың қаңтар оқиғасын халықаралық тергеуге шақырамыз.